Сәлем озат оқушым, бүгін бізде 85-ші сабақ есеп шығару шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығарамыз. Бірінші есеп тік төртбұрыш туралы кейбір мәліметтер белгілі. Белгісіз мәліметті есептеп тап дейді. Мына кестеде белгісіз мәліметтерді есептеп табамыз. Бірінші кестеде периметрін табу керек және ауданын табу керек екен. Периметрін табу үшін ені мен ұзындығын қосамыз да оны 2-ге көбейтеміз. 25-ке 16-ны қосса 41, 12-ке көбейтсек 82. Одан кейін енді ұзындығын табамыз екінші кестеде. А тең 126 бөлу 2 азайту 28 дейміз. 126-ны 2-ге бөлсек 63, одан 28 алсақ 35 сантиметр болады. Енді ауданын табу үшін 35-ті 28-ге көбейтеміз. Сонда 980 сантиметр квадрат. Енді үшінші бос орында В тең С бөлу А дейміз. Ауданын ұзындығына бөлеміз. Тең 2808-ді 78-ге бөлсек 36 дециметр ені шықты. Енді периметрін табамыз. 36-ға 78-ді қосып ап, оны 2-ге көбейтсек 288 болады. Енді төртінші бос орында ұзындығын табамыз. 25 мм-ге 15 мм-ді қоссақ 40 мм болады. Енді периметрін табамыз. 40-қа 25-ді қосып, оны 2-ге көбейтсек 130 мм. Енді ауданы 40-қа 25-ді көбейтеміз 1000 мм квадрат болады. Екінші есепті шығар және оны шығарудың әртүрлі тәсілін тап. Тиімді тәсілді таңда дейді. Оңтүстік аймақтарда орам жапырақтың түсімділігі 60 тонна га. Бұл солтүстік аймақтарға қарағанда 25 тонна гектарға артық. Оңтүстік аймақтарда 25 га жерге қанша тонна орам жапырақ артық өсірілген дейді. М1 тең 60 тонна га және 25 метр га жерге егілген. М2-ні табуымыз керек, неше га екенін. Енді ауданы болса 25 гектар жерді алып жатыр екен. М1 және М2-ні табуымыз керек. Ол үшін М2-ні табу үшін біз алдымен 60-тан 25-ті азайтамыз, сонда 35 тонна га шықты. Енді М1-ді табамыз, жалпы массасын. М1-ді С ауданына көбейтеміз. Яғни 60-ты 25-ке көбейтсек 1500 тонна болады. Енді М2-ні табу үшін М2-ні жалпы ауданына көбейтеміз. 35-ті 25-ке көбейтсек 875. Енді 1000-нан 875-ті азайтамыз, сонда 625 тоннаға артық дейміз жауабы. Үшінші есепті шығар. Тік төртбұрыш пішінді жер учаскесінің ұзындығы 60 метр, ені 40 метр. Қиярдың бір сортын өсірген кезде түсімділігі 16 килограмм метр квадрат болды. Бұл сорттың түсімділігі 2-ден 1 бөлікке артық, яғни жартысына. Басқа сортпен ауыстырды. Учаскеден қиярдың жаңа сортынан қанша килограмм жинап алынды дейді. Яғни А тең 60 метр, В тең 40 метр деп аламыз. М1 тең 16 килограмм метр квадрат. М2-ні табуымыз керек. Ол жаңағы 16 килограмм метр квадратқа қарағанда 2-ден 1 бөлігі артық екен. Бізге ауданын табуымыз керек, неше метр квадрат, және М2-ні табуымыз керек, жалпы түсімділік массасын. Енді шешуі 16-ға қосамыз, жақшан ішінде 16 бөлу 2 дейміз. 16-ны 2-ге бөлсек 8, оны 16-ға қоссақ 24 килограмм метр квадрат. Енді ауданын табамыз, 60-ты 40-қа көбейтеміз, 2400 метр квадрат болады. Енді М2-ні табу үшін М2 көбейту С дейміз, яғни 24-ті 2400-ге көбейтіп аламыз. Сонда 57600 килограмм болады. Яғни жалпы түсімділік массасы тең бізде 57600 килограмм қияр жинап алған екен, жаңа сортынан. Төртінші есепті шығар. Арасы 2 километр болатын 2 кенттен бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытқа 2 салт атты шықты. Біреуінің жылдамдығы 12 километр сағат, ал екіншісінікі 18 километр сағат. 2 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады дейді. Яғни В1 12 километр сағат дейміз, В2-ні 18 километр сағат дейміз. Бізде уақыты Т тең 2 сағат, ал ауданы С1 2 километр. Бірінші аттыныкі, екінші аттыныкі қанша километр, соны табуымыз керек екен. Олардың арақашықтығын, яғни В қашықтықты табу үшін В1-ге В2-ні қосамыз. 12-ге 18-ді қоссақ 30 километр сағат екен, жалпы. Одан С2-ні табу үшін В қашықтыққа уақытты көбейтеміз. Яғни 30-ға көбейтеміз, шыққан 30 километр сағатқа 2-ні көбейтеміз, 2 сағатты тең 60 километр болады. Енді ауданын табу үшін С1-ге С2-ні қосамыз. 2 километрге шыққан 60 километрді қосамыз, сонда 62 километр қашықтық болады екен 2 сағаттан кейін.
Келесі 5-ші есеп есепті шығар. А нұсқасы дәптерге координаттық бұрыш шығатындай сәулелер сыз. Сәулелердің бойынан бірлік кесінділерін анықта, кесте бойынша және берілген жылдамдық бойынша қозғалыс графигін құр дейді. S тең V көбейту T деп аламыз. Яғни S0-ді табу үшін 15-ні 0-ге көбейтеміз 0 болды. S1-ді табу үшін 15-ті 1-ге көбейтеміз 15. S2-ні табу үшін 15-ті 2-ге көбейтеміз 30. S3-ті табу үшін 15-ті 3-ге көбейтеміз 45. S4-ті табу үшін 15-ті 4-ке көбейтеміз 60 шықты. Міне графикті осылай қоямыз. Сағат бойымен және километр, яғни жүрген координат бұрышынан сәуле шығатындай етіп, осындай график сызып алады екенбіз. Келесі S0-ді табу үшін екінші график бойынша 5-ті 0-ге көбейтеміз 0, S1-ді табу үшін 5-ті 1-ге көбейтеміз 5, S2-ні табу үшін 5-ті 2-ге көбейткенде 10 болады, S3-ті табу үшін 5-ті 3-ге көбейтеміз 15, S4-ті табу үшін 5-ті 4-ге көбейтеміз 20 болды. Оның графигін осындай сәуле ретінде сызып көрсетеді екенбіз. Түсініп, осылай есептеп шығарып аламыз. Келесі Ә нұсқасы. Координаттар жүйесі көмегімен қозғалыстың екі және одан да көбірек графигін орналастыру ыңғайлы. Дәптеріне бір координаттық бұрышқа бірінші және екінші шаңғышының қозғалыс графигін сыз. Бірлік кесінді үшін қанша тор көз алуға болатынын ойлан дейді. Яғни бұл Ә нұсқасында біз шаңғышының жаңағы қозғалыс графигін сызуымыз керек екен. Жаңағы графиктерге ұқсас, бірақ біраз өзгертіп сызамыз. Соны осы графиктегі сияқты сызып алсаңыздар болады. Келесі 6-шы есеп. Шығармашылық жұмыс. 5-ші тапсырма бойынша өз сұрақтарыңды құрастыр, оны досыңа қой, досыңның сұрақтарына жауап бер дейді. Яғни былайынан құрастырсақ болады екен. Сұрақты: 2 сағатта велосипедші 25 км сағат жылдамдықпен жүрсе, онда ол қанша километр жол жүреді дейді. Яғни бұны табу үшін біз 2-ні 25-ке көбейте саламыз, сонда 50 км жол жүреді екен. Жауабы осындай болады сұрақтың. Келесі екінші сұрақ: 15 км сағат жылдамдықпен 60 км жолды велосипедші қанша уақытта бағындырады? Яғни 15 км сағат жылдамдықпен ол 60 км жол жүру керек екен. Оған қанша уақыт кетеді? Соны табуымыз керек. Оны табу үшін 60-ты 15 км сағатқа бөлеміз. Сонда 4 сағат уақытта 60 км жолды жүріп шығады екен. 15 км жылдамдықпен велосипедші. Осындай немесе өздерің де басқалай құрастырып көрсеңдер болады. Келесі 7-ші есеп. Сызбаға берілген мәліметтерді жаз және есепті шығар дейді. Осыған ұқсас есеп құрастыр. Міне Т 2 сағат деп аламыз. Бізге ауданын табуымыз керек, қанша километр жүргенін. Яғни бірінші шаңғышы бізде 19 км сағат жүрген, екінші шаңғышы 14 км сағат жүрген екен жылдамдықпен. В1-ге В2-ні қосып, жалпы қашықтықты табамыз. 19-ға 14-ті қоссақ, 33 км сағат екен, жүрген жылдамдық жолдары. Енді S-ті табу үшін жалпы осы В қашықтыққа көбейтеміз жүрілген уақытты, 2 сағатты кеткен уақытты. 33-ке 2-ні көбейтеміз, 66 км болады. Енді өзіміз осыған ұқсас есеп құрастыратын болсақ, В1 тең 80 км сағат, В2 тең 20 км сағат деп алсақ болады. Т бізде 3 сағат кетті дейміз. Уақыт. Енді S-ті табу үшін қанша километр екен? Бұлай табамыз. В қашықтық тең 80-ге 20-ны қоссаламыз. В1 мен В2-ні 100 км сағат шықты. S-ті табу үшін 103-ке көбейтеміз, 300 км болады. 8-ші есеп: 25-ке қалай көбейтуге болатынын қара дейді. 496-ны көбейтеміз 25-ке. Яғни тең 496 бөлу 4 көбейту 100 деп аламыз. Тең 12400 болады екен. Енді 25-ке көбейткен кезде қалай пайымдау керектігін біле отырып, өрнектің мәнін тап дейді. Үлгі бойынша есептеп шығарамыз. 24-ті 25-ке көбейтеміз. Яғни тең жақшаның ішінде 24 бөлу 4, көбейту 100 дейміз. 6-ны 100-ге көбейтсек 600 болады. 32 көбейту 25-ті, 32 бөлу 4 көбейту 100 дейміз. 8-ді 100-ге көбейтсек 800 болады. 36 көбейту 25 дейміз. 36-ны 4-ке бөлеміз 9, оны 100-ге көбейтсек 900 шығады. 88 көбейту 25 дейміз. 88-ді 4-ке бөлеміз және 100-ге көбейтеміз. 4-ке бөлгенде 22, оны 100-ге көбейтсек 2200 болады екен. 84 көбейту 25 дейміз.
яғни 84-ті 4-ке бөліп аламыз 21, 21-ді 100-ге көбейтсек 2100 шығады екен. 56-ны 25-ге көбейтеміз, 56-ны 4-ке бөлеміз 14, оны 100-ге көбейтсек 1400 болады. 9-шы есеп ойлан және жауап берді. 4 құрбы Әлия, Айна, Дана және Бақыт мерекеге әшекейлер жасады. Біреулері алтын түсті қағаздан күлтізбе, біреулері қызыл түсті жалауша, біреулері күміс түсті қағаздан күлтізбе, біреулері алтын түсті қағаздан ою жасады. Айна мен Дана бір түсті қағазбен жұмыс істеді. Ал Әлия мен Айна бірдей әшекей жасады. Кім қандай әшекей жасады дейді. Яғни бұл логикалық есеп екен, ойланып жауап беріп көрейік. Айна алтын түсті күлтізбе жасады, Әлия күміс түсті күлтізбе жасады. Дана алтын түсті ою жасады, Бақыт қызыл түсті жалауша жасады. Яғни Айна мен Әлия бірдей әшекей жасады, екеуі де күлтізбе жасады. Айна мен Дана бірдей түстен жасады, екеуі де алтын түсті болды. Енді 10-шы есеп, есепті шығар. Көктемде жалпы ауданы 100 метр квадрат екі жер учаскесіне қызанақ көшеті отырғызылды. Әрбір квадрат метрге отырғызылған көшет саны бірдей. Бірінші жер учаскесінде 140 көшет, ал екіншісінде 260 көшет болды. Әрбір жер учаскесінің ауданын тап дейді. Яғни S тең 100 метр квадрат дейміз, M1 тең 140 көшет, M2 тең 260 көшет. Бізге M1, M2-ні жалпы неше көшет метр квадрат отырылды, соны табуымыз керек, және ауданын табуымыз керек, жер учаскесінің. Оны табу үшін М тең 140-қа 260-ты қосып аламыз, сонда 400 болды. Енді М-ді табу үшін біз ауданына бөледі екенбіз осы 400-ді. 400-ді 100-ге бөлсек 4 көшет метр квадрат болады. Енді жер учаскесінің ауданын табамыз. S1-ді табу үшін 140-ті 4-ке бөлеміз. Сонда 35 метр квадрат шығады. Ал S2-ні табу үшін 260-ті 4-ке бөліп алады екенбіз, 65 метр квадрат болады. Яғни әрбір жер учаскесінің ауданын таптық. Бірінші жер учаскесінің ауданы 35 метр квадрат болса, екінші жер учаскесінің ауданы 65 метр квадрат болады екен. Осылай есептерді мұқият оқып, осындай форма бойынша шығарып аламыз. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.